бьюти аппараттарды сатып алмай тұрып, осы видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Centellian 24 Madeca Max Prime бұл бет терісіне арналған кәсіби құрылғы. Бұл жерде 6 түрлі технология біріктірілген және 3 түрлі режимі бар. Бірінші режим кристалды ағарту. Ол жерде 5-ке дейін жасауға болады. Біріншісі кішкене слабыйдан бастап 2, 3, 4, 5 қадамға дейін жасауға болады. Екінші режим бізде сіңіру, одан кейін үшіншісі лифтинг. Мына бізде бет терісі деп елестетейік. Бұны жуып, ешқандай крем ештеңе жақпай тұрып, құрғақ кезінде осылай аппаратты қосып осылай жақындатсаңыздар теріге, онда қызыл жанады. Осы инфрақызыл жарық теріні жұмсақ жылытады. Яғни жылытқан кезде бізде қан айналым, лимфа айналымы жақсарады, тезірек жасушалар оттегіге қанығады. Сондықтан тері әдемі болып ағарады. Яғни бізде пигментация кетеді деп айта алмаймыз. Пигментация кетпейді, пигментация ағармайды, бірақ қан айналым жақсарғаннан кейін, лимфа айналым жақсарғаннан кейін, жасушалар жаңарғаннан кейін тері жылтырап әдем болып көрінеді. Кристалды ағарту режимін тері құрғақ кезде пайдаланғаннан кейін косметика жақсаңыз, мысалы витамин С мен деген сияқты, онда сіздің теріңіз ағарып, пигментацияңыз көрінбейді. Макстың екінші режимі ол динамикалық сіңіру. Ол жерде 3 түрлі технология жұмыс жасайды. Біріншісі электропорация, екіншісі ультрадыбыс және көк LED. Бізде тері осындай кірпіш сияқты да, бір-біріне жабылып орналасқан. Оның сыртынан негізі ештеңе кірмейді. Жақса, мысалы су болсын, крем жақсаңызда, косметика жақсаңызда, мына теріге былай терең енбейді. Тек қана осы бетінде ғана ылғалдандырып, немесе басқа табиғаттан қорғап тұрады да. Вот, енді электропорация технологиясы арқылы мынау терінің былайша айтқан кезде қарапайым сөзбен айтсақ есігін ашып береді ғой. Сол есігін ашқан кезде, сол моментта жаңа косметиканың пайдалы заттары ішіне кіреді. Ол микротесіктер 2-3 секундтан кейін өздігінен жабылады. LED жарығы ол бактерияға қарсы, яғни сол тесіктер ашылған кезде сырттан жаман заттар кіріп кетпеуін қамтамасыз етеді. Madeca Prime Max'ның үшінші режимі гиперсерпімділік деп аталады, яғни косметиканы жағып, одан кейін мынау аппаратпен жүргізетін болсаңыздар, онда бұл жерде электр EMS деп аталады технология. Электр бұлшықет стимуляциясы, яғни бұлшықетті кішкене стимуляция жасайды да, яғни кішкене жаттығу жасаған сияқты. Бұл микротоктан қарағанда кішкене күштірек, яғни бұл аппарат кәсіби деңгейде қолданылуға арналған.